Бүгінгі шығарылым жеңіліс көрмеген ақштық боксшы Дэвид Бенавидес туралы болмақ. Супер орта салмақта өнер көрсететін боксшы 1996 жылы ақштың Феникс қаласында туылған. Өкінішке орай боксшының балалық шағы туралы кереметтей бір ақпараттар жоқ. Тек оның Аризона штатындағы боксшылар отбасында туылғаны ғана белгілі. Оның әкесі де, ағасы Хосе Бенавидес те бірқатар жетістіктерге жеткен боксшылар. Дэвид жастайынан бокс әлеміне келіп, әкесі мен ағасының жаттығуларына еліктеп боксты бастаған. Әкесі оның алғашқы бапкері болды. Осылайша ол 17 жасында кәсіпқой бокстағы мансабын бастап кетеді. Мансабының басындағы ол қауіпті нокаутер және техникалы боксшы ретінде танылды. Ол бүгінгі күнге шейін жеңістерінің 85%-ын нокаутпен аяқтаған. 2017 жылы 20 жасында ақ Бенавидес Рональд Гавилиді жеңіп, супер орта салмақтағы алғашқы WBC титулына ие болды. Ол осылайша бокс тарихындағы ең жас әлем чемпиондарының бірі атанады. Кейін ол өз титулын бірнеше рет сәтті қорғап, есірткі пайдаланғаны үшін сынамадан өтпей белбеуінен айырылды. Осы жағдайға қарамастан, ол жеңісті кездесулерін жалғастырып, 2019 жылы Энтони Диррелді жеңіп, өз салмағындағы WBC титулын иеленеді. 2021 жылы талантты боксшы, әлем чемпионы Давид Лемионы нокаутқа түсіріп, мансабындағы үлкен жеңістердің бірін тіркеді, және бұл жекпе-жек оның қауіпті қарсыластарға дайын екенін көрсетті. Бенавидес бокстан бөлек көліктер мен мотоциклдерді де ұнатады. Әлеуметтік желіге ол темір тұлпарларының суреттерін жиі жариялап отырады. Мүмкін оған бұл хоббиі тығыз жаттығулар кестесінен демалуға мүмкіндік беретін болар. Мұнымен қатар Бенавидес соңғы трендтерді ұстанады және үнемі стильді киімдермен жанкүйерлер көзіне түсіп тұрады, және қайырымдылық шараларға да белсенді қатысып тұрады екен. Десе де ол нашақорлыққа қатысты бірнеше рет қоғамдық айыптарға тап болған. 2018 жылы ол Энтони Диррелмен кездесу өткізуі керек еді, бірақ кокаинді көрсететін есірткі сынамасын тапсыра алмай, 3 айға жарыстан шеттетілді және қомақты айыппұл салынды. 2020 жылы Ромер Ангуломен болар жекпе-жек алдында боксшы допинг сынамасынан тағы өтпей, жекпе-жек тоқтатылады және Бенавидес өз белбеуінен айырылды. Боксшы бұл әрекеттерді кездейсоқтық деп түсіндіруге тырысқанымен, допингке қатысты сынамалар оның кәсіпқойлығына күмән келтіруде. Дегенмен 2023-2024 жылдары ол бірнеше рет жарқын жекпе-жектер өткізіп, өз күш-қуатын әлемге паш етті. 2023 жылы наурызда ол атақты Калем Плантпен қолғап түйістірді. Бенавидес бұл кездесуде өз стилін Планттың стиліне бейімдеп, жақсы бокс көрсетті және төрешілердің бір ауыздан шешімімен жеңіске жетті. Осы жылдың қарашасында ол орта салмақтан келген жеңілмеген боксшы Димитриус Андрадемен кездесу өткізіп, оны уақытынан бұрын тоқтатты. 2024 жылы украиндық ардагер Александр Гвоздикті да Бенавидес үлкен тәжірибесіне қарамастан оңай жеңді. Осылайша ол өзінің супер орта салмақтың патшаларының бірі екендігін сөзсіз дәлелдеді және басқа чемпиондарға да дайын екенін жеткізді. Өзінің жастығына қарамастан ол бірқатар тарих жасап үлгерген. WBC тұжырымы бойынша ол өз салмағының 2 дүркін чемпионы және бұл титулды небәрі 20 жасында иеленген. 2025 жылы ақпанда ол қауіпті боксшы Дэвид Моррельмен жекпе-жек өткізді. Оның қарсыласы болған кубалық нокаутер Моррель, естеріңізде болса, біздің Айдос Ербосынұлын өз соққыларымен ауруханаға жіберген болатын. Десе де Бенавидес бұл жекпе-жекте Моррельді сенімді жеңіп, өз титулын тағы да қорғап қалды. Бүгінгі күні жанкүйерлер оның Канело, Бейвол секілді боксшылармен жекпе-жегін көргісі келеді. Мүмкін бұл кездесулерде жақын арада болып қалуы мүмкін. Бенавидестің физикалық күші мен техникасы қай боксшыны да біраз әуреге түсірері сөзсіз. Бүгінге осы достар.